Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Алдын ала каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала бізге осылай нан керек болады. Нанымызды яғни 4 бөлікке бөлдім. Осылайша нанымызды кесіп алып, яғни бір ыдысымызға салатын боламыз. Бізге 1 стакан су керек болады. Нанымызды жібіту үшін, яғни нанымыздың үстіне суды құятын боламыз. Енді біз шетірекке қойып, яғни пиязымызды тураймыз. Пиязымызды осындай жіңішке етіп турап, яғни тағы да ұсақтап турайтын боламыз. Блендерден өткізуге ыңғайлы болу үшін пиязымызды осылай ұсақтап турап алдым бірінші. Яғни осылай ыдысымызға салып, блендердің көмегімен пиязымызды өткізіп алатын боламыз. Яғни осылайша бізге қарабұш керек болады. 1 шайнай ложка қарабұш қостым, яғни паприка, тұз қосатын боламыз. Жаңағы нанымыз езіліп дайын болды. Енді біз нанымыздың суын ағызып тастап отырып, яғни блендермен осылай өткізіп аламыз. Ұсақтап осылайша жаңағы пиязымызға езіп алған нанымызды салатын боламыз. Енді бізге фарш керек болады, яғни барлығын салып, блендердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша барлығын араластырып алдым. Барлығын салып, араластырып дайындап алдым. Осындай листімізді пайдаландым, яғни формасын осылай жасадым. 250 градуста, яғни 30 минутта дайын болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәм әдемі болып шығады. Духовкаға салар алдын, яғни 1 жұмыртқамызды бетіне жағып шықтым. Осылайша котлетіміз дайын болып пісіп шықты. Өте керемет дәмді әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер видеоны лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.